Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің есімім Қанат, мен JOO.kz жобасының жетекшісімін. Мен сіздерді бүгін JOO.kz жобасының кейбір жұмыстарымен не үшін жасап жатырмыз және қандай маңыздылығы бар, сонымен таныстырып өткім келеді. Ең басты айтатын нәрселердің бірі ол JOO.kz жобасының профорентациялық жұмысы. Енді профорентация деген нәрсенің өзіне келетін болсақ, бұл кәсіптік бағдар беру деген сөз. Яғни талапкер немесе жас адам қандай жұмыс жасау керек, болашақтағы кәсібін таңдау дейді, мамандығын таңдау. Осы бағытта біз қандай жұмыс жүргізіп жатырмыз? Бұл қалай болу керек? Жалпы мектептерде немесе ата-ана баласымен қалай жұмыс жасап жатыр? Осыған байланысты тоқталып өтсем. Жалпы әдетте біз кәсіптік бағдар беру немесе профорентация деген кезде кейбір интернет желісіндегі тесттер есімізге келеді. Мысалға бір тест өтесің, сол тест нәтижесінде саған мына мамандыққа икемің бар деген сияқты шарт береді. Сен болашақта мынандай болу керексің дейді. Тіпті саусақтың опечаткпен де шығаратындар бар. Басасың, сен инженер боласың деген сияқты шығарады, жалпы айтқан кезде. Сол сияқты бұлар біздің ойымызша сәл дұрыс емес деп санаймыз. Не үшін? Өйткені бір реттік тест немесе бір реттік анкета арқылы сіздің болашақта кім болатыныңызды толыққанды анықтау мүмкін емес деп санаймыз. Бұл профорентациялық жұмыс ұзақ мерзімді болу керек және бала өзі таңдау керек. Тек қана жаңағындай біреудің мынаған икемің бар или былай істеу керексің дегенімен емес, ол әр нәрсені көріп ұзақ мерзімді осы профорентациялық жұмыс болу керек. Соның нәтижесінде бала өзі айту керек: мен мынаған ұнайды екен, мынаған қарай барғым келеді, мынаған икемім бар екен деп өзі шешу керек, жалпы айтқан кезде. Ал бір ғана тесттің нәтижесін қарайтын болсақ, бір тестті бүгін тапсырсам бір нәтиже, 2 аптадан кейін тапсырсам настроение басқа кезде басқа нәтиже шығуы да мүмкін. Немесе ол тесттердің нәтижесі бізге нақты мәлімет бермейді кейде. Мысалға айту мүмкін: сен борецсің дейді. Борецсің деген мықты жаңағындай қиыншылықтарға қарсы күресесің деген мағынада шығар. Мысалға ол қасиетім менің әртүрлі мамандыққа да сәйкес келе беруі мүмкін. Немесе сен техникалық деп айту мүмкін. Ол көп мамандықтарға сәйкес келуі мүмкін. Әртүрлі нелеріңді көрсетуі мүмкін, бірақ ол нақты қай мамандық таңдайтын жауап бермейді. Бірақ балалар, біз ұбт тапсырғаннан кейін университетке түсетін кезде 97 жаңағы мамандықтар тобы бар, соның біреуін таңдау керек. Онымен байланыстыру тоже қиын, интернеттегі біздің тесттермен. Сондықтан бұл жерде біз өз ролімізді, яғни біз балаларға көмектескіміз келді. Ол сол интернеттегіден бөлек осы профорентациялық кәсіптік бағдар беруге. Енді мен соны біз қалай жасауға тырысып жатырмыз, соны түсіндірейін. Енді біз осы кәсіптік бағдар беруге біздің қолымыздан келетін нәрсе, ол балаларға әрбір мамандық жайлы, мамандықтар тобы жайлы максималды түрде көп ақпарат беруге тырысу керекпіз. И жан-жақты ақпарат беру керекпіз. Ол қандай? Мысалға, жұмыс таба ала ма бітіргеннен кейін? Ол үшін біз қазіргі нарықтағы қандай жұмыс іздейтін сайттар, порталдар бар. Сол сайттар, мысалға HeadHunter деген бір компания жұмысшы іздейтін болса, сол жаққа өзінің вакансиясын қояды. Сол жерде мынандай мамандар керек деп жазады. Ол жерге требование деген бар, жаңағы талаптарын да жазады, жалпы айтқан кезде. Енді сол бойынша балалар көрсе болады, қандай жұмыстарға сұраныс бар екен, талаптары қандай екен оның. Өйткені әртүрлі, мысалы, бір мамандыққа 5 жыл бұрын талап басқа, қазір басқаша болуы мүмкін. Қалай өзгеріп жатқанын да көріп отыруға болады, жалпы анализ жасап отыруға болады. Мысал үшін айта кетейін, біздің кішкентай кезімізде, мен оқушы кезімде ондай HeadHunter деген сияқты сайттар нелер жоқ еді. Ол кезде интернет қолданылмайтын еді, интернеттер жоқ еді. Негізі әлемде бар, бізде жоқ еді, енді жалпы. Енді сол кезде мен үйге әкем аптада бір рет газет алады. Газеттің артына сол вакансиялар шығады, жаңағы мамандықтардың. Мен сол қарайтын тұғым. Қандай мамандықтар бар, айлықтары шамамен қанша, талаптары қандай деген сияқты. Сол бойынша примерно мынандай мамандықтар постоянно сұраныста болады екен, мына мамандықтардың айлығы жоғарырақ екен деген сияқты өзімше кішігірім анализ жасайтын едім. Яғни мен үшін бір представление болатын еді сол. Қазір енді сол мүмкіндіктер, одан да көп мүмкіндіктер бар. Әртүрлі сайттардан көруге болады, жалпы айтқан кезде. Ол әлемдік деңгейде де көре аласың, Қазақстанда да көре аламыз да. Мысалы үшін жаңағы айтып өткен HeadHunter деген сайтты жаттап алыңыздар. Сол сайтпен көрсеңіздер болады. Біз сол жағын айтамыз дейді, мамандықтардың. Одан бөлек орташа, мысалға, атамекеннің рейтингі бар. Ол жерде университет бітірген түлектің сразу жұмысқа орналаса ала ма, қанша уақыт ішінде жұмысқа таба алады,
одан бөлек бастаған кезде айлығы қандай болды, сол сияқты ақпараттарды да біздің приложениеде қойып, сондай ақпарат беруге тырысып жатырмыз. Ол арқылы да белгілі бір бағдар болады да балаларға. Одан кейін бұл мамандықтардың шығу тарихы, яғни қайықтан шықты және қандай түрлері бар, соларды да айтып өтеміз. Мысалға айтайық, мамандықтың атауы бір болғанмен, оның ішінде сол мамандықтың атауы бойынша жасалатын көптеген мамандықтың түрі болуы мүмкін, 10 шақты болуы мүмкін. Мысалға ақпараттық технологиялар деп айтады. Бірақ оған байланысты қазір 10-20 түрлі мамандық айтуға болады. Ол қазіргі жаңадан шығып жатқан жаңағы data science, big data деген сияқты мамандықтардан бастап, веб дизайн, фронт-энд разработчик, бэк-энд разработчик, неше түрлі нелер көп та енді жалпы айтқан кезде. UX, UI дизайнер деген сияқты. Енді көптеген түрлері бар. Оны біздің жаңағы неде мамандықтардың атауында жоқ, оны біз жаңағы HeadHunter тағы басқа жақтардан көре аламыз. Біз өзіміздің кәсіптік бағдарымызда сол мамандықтар түрлерінде айтуға тырысамыз. Және сонымен қатар біз сол мамандықтар бойынша қай кәсіпте, қандай жұмыс орындарында, қандай мекемелерде жұмыс жасауға болады, қандай жерлерде көбірек қажет, соны да айтып өтеміз да. Яғни мысалға айтайық, ақпарат технологиялар бітірген болсаң, мына саласы бойынша мынандай жерлерде жұмыс жасай аласың. Мына саласы бойынша мынандай жерлерде жұмыс жасай аламыз. Немесе оқушылар көп шатасып жатады, жұмыс орнының атауы мен мамандықтың атауын шатастырып жатады. Өйткені көбінесе мамандықтың атауын білмейді да, жұмысты көреді, мекеменің атын біледі, сол мекеменің аты бойынша атап жатады жалпы айтқан кезде. Негізінде сол мекемеде әртүрлі мамандар да болуы мүмкін. Вот ішінде қандай маман? Мысалға мынандай сұрақтар да туындағанда бізде. Сонда жұмыс істейтін мамандар болғым келеді. Ол атын білмейді бірақ. Сол сияқты, мынандай мамандар сонда жұмыс жасайды, мынандай мамандар мысалы банкте жұмыс жасайды, мынандай мамандар тағы бір жерлерде жұмыс жасайды деп, сол жағынан да біз бағдар беруге тырысамыз. Яғни жалпы айтқан кезде біз бір мамандық жайлы қазіргі нарықтағы балалар түсінетін тілде қандай қажеттілік бар, айлығы қандай деген сияқты барлық жағынан ақпараттандыруға, көрсетуге біздің қолымыздан келгенше таныстыруға тырысамыз. Солайынан бала көру керек, тереңірек зерттеуге тырысу керек сол мамандықты. Сөйтіп өзі шешім қабылдайды да. Және сонымен қатар біз ол мамандыққа қанша грант бөлінді, оған грантқа түсу оңай ма, қиын ба, шекті балы қандай деген сияқты ақпараттарды да әрине беріп отырамыз. Жалпы біздер мамандықты негізі үшке бөлеміз. Ол қандай? Атақты мамандықтар, сосын біз білмейтін мамандықтар және қате түсінетін мамандықтар бар. Атақты мамандықтар дегеніміз ол жалпы 97 мамандықтар тобы болатын болса, соның бір 10-15-ін ғана көбісі біледі. Ата-аналар да, балалар да 10-15 шақтысын ғана біледі. Олар күнделікті көріп жүрген мамандықтары. Олар дәрігерлік, мұғалімдік, немесе телевизордан көріп жүрген журналистика деген сияқты, немесе кейбір кинолардан көріп юрист, экономист деген сияқты естіген мамандықтарын ғана біледі десек болады. Бұлар сондықтан көбінесе соларды ғана таңдайды. Енді біз статистиканы қарайтын болсақ, ең көп таңдалатын мамандықтар салалар ол мұғалімдік саласы, дәрігерлік саласы деген сияқты, немесе заңгер, экономист деген сияқты мамандықтарда. Себебі олар атақты, көбісі біледі. Одан кейін білмейтіндері бар, білмейтіндерді просто білмеген үшін таңдамайды да. Негізі ол сізге ұнауы да мүмкін. Өйткені сіз просто білмейсіз. Әлі дәмін көрген жоқсыз оның. Естіген жоқсыз вообще. Сол үшін біздің міндеттеріміздің бірі сол бүкіл мамандық туралы толығырақ сізге жеткізу. Сосын барып сіз ішінен біреуін таңдайсыз да. Енді мысалға айтайық, химиялық, инженерия деген сияқты, тағы басқа деген сияқты әртүрлі мамандықтар бар. Ол болсаң кім болып жұмыс жасайсың? Қандай жаңағы нелері бар, мекемелері бар оны жасайтын. Оған ұқсас қандай мамандықтар бар жалпы айтқан кезде. Айлығы қандай болуы мүмкін. Сол сияқты сіз білмейтін мамандықтарды толығырақ жеткізуге тырысуыңыз мүмкін, сол ұнауы мүмкін сізге да. Бірақ оларда грантқа түсу оңайырақ дейік. Не үшін? Өйткені конкуренциясы көбісі білмейді, біле бермейді. Және үшінші түрі жаңағы қате түсінетін мамандықтар бар. Олар ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы деген сияқты, немесе тіпті құрылыс саласында да дұрыс түсінбей жатады. Құрылысшы боласын десе, кірпіш тасып жүрем деп ойлайды. Өйткені неге? Біз үй салған кезде жаңа кірпіш тасып жүрген құрылысшыларды көргенбіз, солайынан сылақ-сылап, қышқалап жүреді екенбіз деп ойлаймыз да. Негізінде университет бітірген құрылысшылар олайынан стройкада емес, жаңағы офисте отырып жұмыс жасайтын мамандар дейік. Оларды қате түсін. Немесе мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы десе, ағаш егіп,
өсімдік егіп жүреді екем деп ойлайды да, немесе мал бағып сөйтіп жүреді екем деп ойлайды. Негізі ондай емес, ол өте өзекті терең салалар. Қазіргі Қазақстан үшін өте маңызды сала ауыл шаруашылығы. Және ол жақта мықты мамандар керек. Ол жаңағы біздің төрт түлігіміздің жаңа түрлерін, мысалға Голландияда дөй сиырларды көреміз кинода, мысалға телевизорда. Сол сияқты жаңа түрлерін, немесе өсімдіктердің, немесе біздің Қызылорда жақта шығатын күріштің жаңа түрлерін шығару керек деген сияқты. Бұларды жасайтын офисте отырып, неше түрлі зерттеулер жасап, лабораторияда жасайтын мамандар да, сол өсімдік шаруашылығы, ауыл шаруашылығында жұмыс жасайтын. Ол огородта өсімдік егіп, несеп жүретін адам емес, шөп шауып деген сияқты, ондай емес та. Сол сияқты қате түсінетін мамандықтар бар. Ауыл шаруашылығы десе, төмен дәрежеде бір нәрсе деп ойлайды да. Ауылбайский деген сияқты ойлауы мүмкін. Жоқ, ондай емес та бұлар. Сөйтіп қате түсінеді, дұрыс таңдамайды. Біздің мақсатымыз соларды дұрыс жеткізу. Шын мәнінде не жасайды бұлар? Шын мәнінде қандай болу керек немесе, не үшін Қазақстан үшін ол өте маңызды, өзекті. Біз солардың бәрін жеткізуге тырысамыз. Біздің мақсатымыз сол. Тағы біздің талапкерлердің көп жасайтын қателіктердің, дұрыс емес нәрселердің бірі, олар ұбт тапсырады, ұбт-ның балы шығады. Мысалға, мен 80 бал алдым дейді да, енді қайда түсе аламын, қандай мамандық таңдасам болады дейді. Бұл үлкен бір қателік. Біз балды алғаннан кейін барып мамандық таңдамаймыз. Мамандық таңдап, соған қанша бал қажет, соны ойлану керекпіз. Сөйтіп, соған дайындалу керекпіз. Біз ұбт-ға дайындалар процестің алдында мамандығымызды таңдап, сол бойынша қанша бал керек болса, соған қарай дайындалу керекпіз. Бізде өкінішке орай керісінше жасайды. Қанша бал алады? 66 алыппын, енді қайда түссем болады? Немесе 95 алдым, енді қайда түсем деген сияқты солай ойланады. Біз ол жағынан да көмектесеміз, яғни оған қызығатын жаңағы көбірек ақпарат беріп, мамандық мысалы мынаған болуы мүмкін, мынаған болуы мүмкін, мынаған болуы мүмкін дегеннен кейін ол мамандықтардың бейіндік пәндері қандай, ол бейіндік пәндеріне сіздің икеміңіз келе ме, дайындала аласыз ба, қаншалықты жақсы білесіз, сол бойынша тағы да қарап, одан кейін қанша бал қажет етеді осы мамандықтар, қанша балмен грантқа түсуге болады, сол жақтарын да қарастырып, сол бойынша алдын ала өзімізге бір бағдар, ориентир аламыз да, жалпы айтқан кезде. Сөйтіп, өзімізге бір мақсат қойып, солайынан сол мақсатқа дайындаламыз жалпы.